Балалар, бүгін мен сендерге үш аю деген орыс халқының ертегісін айтып берейін. Маша деген қыз құрбыларымен орманға жидек теруге барады. Жидек теріп жүріп қызығып кетіп, қыздардан алыстап кетеді. Жан жағына қарса қыздар жоқ. Ау, қайдасыңдар дейді. Бірақ ешқандай дыбыс естілмейді. Маша жылай келе жатса, бір үйге тап болады. Үйге кірсе балалар, дастархан тұр екен. Дастарханның үстінде үш тостаған тұр екен. Үлкен тостаған, орташа тостаған және кішкентай тостаған. Балалар, Маша үлкен тостағандағы тамақты үлкен қасықпен ішіп көріп еді. Ол Машаға ұнамады. Маша одан түседі де үстелден екінші орташа орындыққа отырып, орташа тостағаннан орташа қасықпен тамақ ішіп көреді. О да Машаға ұнамады балалар. Маша содан кейін кішкентай орындыққа отырып, кішкентай қасықты алып қолына, кішкентай тостағандағы тамақты ішеді. Тамақ өте дәмді болыпты. Маша бәрін қалдырмай түгел тауысып жеп алыпты. Қарны тойған Маша үстелден түсіп, екінші бөлмеге кіреді. Екінші бөлмеде кірсе балалар, үш төсек тұр екен. Үлкен төсек, орташа төсек және кішкентай төсек. Маша үлкен төсекке жатады. Ары аунайды, бері аунайды, бірақ бұл Машаға ұнамайды. Маша түседі де орташа төсекке жатады. Ол төсектен Машаға ұнамады. Ең кішкентай төсекке жатып, тура Машаға арналған дайындалып жасалған төсек екен. Маша сол төсекте жатып ұйықтап қалады. Ал Маша ұйықтап жатқанда балалар, үйге сол үйдің иесі үш аю келеді. Ол кішкентай Мишканың папасы, мамасы екен. Үш аю келеді, әкесі айтады: менің тостағандағы тамағымнан біреу тамақ жеген сияқты дейді. Мамасы айтады: менің де тостағанымнан біреу тамақ жеген сияқты дейді. Ал кішкентай Мишка болса: менің тостағандағы тамағымды біреу тауысып қойыпты дейді. Үшеу содан кейін кім болды екен деп жатын бөлмеге кіреді. Жатын бөлмеге кірсе балалар, жатын бөлмеде Маша қыз ұйықтап жатыр еді ғой. Әкесі айтады: менің төсегімді біреу умаждап тастапты дейді. Мамасы айтады: менің де төсегімді біреу умаждап тастапты. Ал кішкентай Мишка болса: менің төсегімді кім алып жатқан деген кезде Маша сол дауысты ести салып терезеден қаша жөнеледі. Ал үш аю